Bizde бастау болған. Топырақ әкеп, жауып көміп тастады. Бастауды, иә? Бастауды көміп тастаған, мына жердің барлығы егіндік жер болған, иә? Енді мынаның барлығы Халық осыдан кімден көмек сұрады, шырылдап жүрміз ғой. мыналар солардың техникалары, иә? Заводқа официально рұқсат берілмесе де бұлар жұмысты бастап кетті. Бірінші елден рұқсат сұрап алып, одан кейін нетсе мынау адам деп санап отырған ғой. Жұмыстары қызу жүріп жатыр. Бірақ рұқсаттарымыз жоқ дейді. Мына фабрикамен жұмыс істеуге жағдай келмейді. Мен оны білетін адамдар. Ал бұны келеді деп келтіріп отырған адамдар осылар. Иә, өздерінің жеке бастарының пайдасын ойлап отырған. Мынау не фабрика болатын жер. Жаңағы біз болған жер общежитиялары. Бұларда рұқсат жоқ, официально заңды түрде. Бірақтан жұмыс қызу жүріп жатыр. Мына жерлер егінді жерлер болған. Бұл жердің барлығын қопарып жол жасап қойған. Тұрғындар өздерінің күнделікті жүріп жүрген жолдарымен даже жүре алмайды. Өйткені жауып тастаған ол жолды. Дәл фабриканың қасында мысалы малдар жайылып жүр ана жерде. Мына бензовозы қойып қойған міне тікесінен, көлденеңінен, чтобы адамдар өтпеу үшін. Мына жерде бұлақ бар.